Қош келдіңіздер үйге, төрлетіңіздер, кіріңіздер. Көптен күткен рум-турдың бірінші бөлімі. Бірінші біз әрине кіреберістен бастаймыз. Қандай әдемі кең айна күтіп алады, және айна мынандай әдемі қарасаңыздар бұтақпен жалғасады. Құтты бір ағаштың ішінен шығып тұрған секілді. Менің тұрақты оқырманым біледі, стористе осы пеньокты, яғни қазақша айтқанда дөңке дегенді көбісі жазып жатыр. Дөңке ғой, түңке ғой, жұлдыз деп, ет шабатын едік ауылда деп. Шын мәнінде осындай отырғанда да аяқ киім киіп ауыстырғанда да актуальны, өзіме қатты ұнады. Менің жалпы стилистикама үйімнің өте әдемі келіп тұрды. Енді ары қарай бұл консоль қолдан жасалған әдемі бусинкалармен осындай. Және байқасаңыздар, мынау қабырғада ілініп тұратын шам, бұл да ерекше стильде, латуннан құйылған, қолдан жасалған ағаштың элементі. Бұл холдан былай қарай жатын бөлмеге кететін зона, былай қарай қонақ бөлмеге. Қонақ бөлмеге кірмес бұрын менің артында тұрған әдемі картина болады. Неге десеңіздер, бұл ваза, және бұл вазаға күнделікті гүл салынып тұрады, әртүрлі гүлдер. Сол гүлді қойған кезде әдемі картина болады. Алдағы уақытта мен қалай көрінетінін көрсетем. Әрине гүл шоқтарын жіберіп тұрсаңыздар. Жалпы 98% үй бітті. Сондықтан шыдамсыз танытып жатқан көп оқырманыма рум-тур жасайын деп шештім. Бұны алдағы уақытта тағы да көрсете жатамын. Сондықтан біз қонақ бөлмеге өтелік. Бұл қонақ бөлмеде әрине ТВ зона. Теледидарға да тапсырыс беріп қойдым. Астында шпоннан жасалған подвесной ТВ зона. Түсі де өте нежный оттенок. Әне мынандай әдемі полочкалармен. Жарық өте көп түседі. Перделерімді өте өзім секілді нәзік, жеңіл, ең бастысы шаң жинамайды. Қолданысқа күнделікті өте ыңғайлы матадан тапсырыс берілген. Аппақ әдемі жиһаз. Отбасымызбен осы жерде күнделікті кешке жиналып кино көреміз, сериал көреміз. Үйдің жүрегі десем де болады бұл зона. Өйткені осы жерде үйгі жандардың барлығы шоғырланып жиналады. Ал енді жоғарыға қарасаңыздар, жарық. Бұл шам, мен медуза деп атаймын, әдемі, әртүрлі көлемде. Бұл жерді мен үйдің жүрегі деп бекер айтқан жоқпын. Өйткені байқасаңыздар, міне артында тұрған барельеф, қолдан жасалған шебердің жасағаны емен ағашы. Ұзақ ғасыр жасайтын ең мықты, жалпы қазақ ұғымындағы қуат пен бірлікті білдіретін ағаш болғанды. Алдағы уақытта дастархан болады, яғни стол келеді. Орындықтарымен оған арнайы тапсырыс беріп қойдым. Сол үшін де еменнің жанында болсын деген бұл әдемі дастархан басына жиналатын орынға жасалды. Мына бір әдемі есікке көшетін болсақ, бұны да байқасаңыздар, тұтқаны мен ұзақ уақыт бойы іздеп жүріп, арнайы шеберлерге тапсырыс беріп, қолдан жасалған. Бұл да яғни емен ағашының жалғасы бұтақтардан.